Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы. Студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Исмаилов көшесінде кезекті жол көлік апаты тіркелді. Бұл жолы жол талғамайтын көлік оқыс жағдайға сеп болған секілді. Өйткені екі жолақты сызықтан бұрылыс жасамақ болған Lexus Opel'ге жол бермеген. Қақтығыстан қашқан Opel темір тұлпары жол талғамайтын көлікті сырып өтіп, өзі тоқтап тұрған газельдің артына соғылған. Соққының қатты болғаны соншалық неміс көлігінің алдыңғы бөлігі жарамсыз күйге түскен. Сол маңға жақын ғимараттардың біріне бейнебақылау камерасы орнатылған екен. Сондықтан бұл оқыс жағдайдың орын алу барысы нақты көрсетілген. Оқиға орнында тәртіп сақшылары шақыртылып, келеңсіз жағдайдың орын алуы барысы анықталу үстінде. Облыстық полицейлер қарақшылық шабуыл жасаған күдіктілерді ұстады. Сарыағаш аудандық ішкі істер бөлімі полиция бөлімінің кезекші бөліміне хабарлама келіп түскен. Онда Сарыағаш Шардара тас жолында мекеме автокөлігінің біріне қарақшылық шабуыл жасалғаны көрсетілген деп хабарлайды ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Оқиға орнына барған жедел тергеу тобы бетперде киген белгісіз тұлғалар жүк көлігін тоқтатып, жүргізуші мен жолаушыларды қарумен қорқытып, миллион теңгеден астам ақшаларын алып кеткенін анықтаған. Жәбірленушілердің бірі Сарыағаш ауданының тұрғыны жарақаттанып аудандық ауруханаға жеткізілген. Осы оқиға бойынша жедел полиция қызметкерлерімен жедел шараларын жүргізу барысында осы қылмысқа Сарыағаш ауданының тұрғындары 25-30 жас аралығындағы 3 азамат екенін анықталып, оның екеуі ұсталып құрықталған, ал үшіншісі тергеуден бой тасалап қашып кетіп, оған қатысты іздеу жарияланған. Ал екі күдікті азамат қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша айыптау актісімен сотқа жолданған. Полицейлер қарақшылық шабуылға қатысы бар үшінші сыбайластарына іздеу жариялады, ал аталған жайт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкенттік полицейлер 80 жастағы Нұрсейіт Ибрагимов алғыс айту күнімен құттықтады. Өзінің мамана Нұрсейіт Ибрагимов бейнелеу өнерінің хас шебері. Ол жарты ғасыр бойы ішкі істер органдарының қызметкерлеріне қылмыстың ашылуына септігін тигізіп келеді. Полицейлер суретшінің үйіне арнайы барып, салтанатты түрде алғысын білдіріп, бағалы сыйлықтарын табыс етті. Тәртіп сақшылары суретшіге күдіктінің фоторобортын жасап, қылмысты ашу үшін үнемі хабарласып, оның көмегіне жүгінеді. Өз кезегінде 80 жастағы ақсақал полицейлерге оның еңбегіне жоғары баға бергеніне дән риза болып, жұмыстарына табыс тіледі. Енді көрермендерден келіп түскен бейнематериалға кезек берсек. Бұл жолы куәгерлердің бірі көшедегі бір топ адамдардың ерекісін жіберген. Оқиға Асқаров және Республика даңғылындағы орналасқан бағдаршамда орын алған. Ал ұсталған азамат жан-жағына айқай салып көмек сұрауда, алайда оның жан айқайына ешкімде құлақ аспады. Сондай-ақ бір азаматтың қолында бейнекамераға ұқсас зат болды. Соған қарағанда арнайы қызметкерлер күдікті азаматты құрықтаған болуы да мүмкін. Әңгіме арасында ұсталған азаматтың қашып кеткендігі де айтылды. Бүгінге айтпағымыз осы болды. Егерде сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-16-32 номеріне хабарласуларыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім тобы бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.